Әр адам өмірінде бір рет болса да үлкен таңдау жасайды. Өзін таңдау керек пе, әлде басқаның ойымен өмір сүру керек пе? Бүгінгі әңгіме дәл осындай шешім алдында тұрған әйел туралы. Оның анасы қызының бақытын емес, өзінің қорқынышын бірінші орынға қойды. Ал қыз ше? Әңгіме басталмас бұрын арнаға жазылып, соңына дейін көріңіздер. Сен не, есіңнен танып қалдың ба? Деді Салтанат апай, тоқып отырған ісін қоя салып, қызына көзілдіріктің үстінен бажырая қарады. 40-қа таяп қалған шағыңда қандай өзгеріс іздеп жүрсің? Айдана қолындағы хатты қатты қысып ұстап тұрды. Ол хат Даниярдан келген шақырту еді. Облыс орталығындағы жаңа мәдениет үйіне көркемдік жетекшісі болып шақырған хат еді. 2 есе жоғары жалақы, қызметтік пәтер, ең бастысы студент кезінен армандаған шығармашылықты дамыту мүмкіндігі еді. Анашым, бұл үлкен мүмкіндік қой. Данияр менің дипломдық жұмысымды әлі есінде сақтапты. Камералық музыканы дамыта аласың деп маған сенеді, деді Айдана. Данияр, деп анасы ашулана түсті. Ол сен қайдан таниды? Сен өмір бойы менің қасымда болдың, менсіз тұра алмайсың. Ал ол болса, сені алдап, жас қыздай арбайды. Айдана ернін тістеп үнсіз қалды. 40 жыл бұрын дәл осы анасы оны Мәскеу консерваториясына барудан қайтарған болатын. Не керегі бар? Осында да оқуға болады. Әкең енді ғана қайтыс болды, ақшамыз да жоқ, деді. Сол кезде анасына бағынды. Жергілікті консерваторияны бітіріп, мектептегі балаларға сабақ үйретіп келе жатқанына 17 жыл болды. Қызым, сен түсінбей жүрсің. Мен жалғыз бұл үйде қалай қалам? Қан қысымым бар, буындарым ауырады. Өткенде құлап қала жаздадым. Сен болмағанда не болар еді? Деді Салтанат апай тағы да көз жасына ерік беріп. Апа, мен сені тастап кетем деп тұрған жоқпын. Басқа жолдарын қарастыруға болады ғой, деді Айдана. Қайдағы жол? Анасы қабырғаларға сүйеніп, бөлме ішінде әрең жүріп көрсетті. Мен 68-ге келдім. Бұл жаста көшу өліммен тең. Көрші Мәриямның күйеуі қызының қасына көшкен соң жарты жыл өтпей қайтыс болды. Стресстен. Айдана хатты сөмкесіне салып қойды. Неге анама көрсеттім деп өкінді. Кешке құрбысы Гүлмира қоңырау шалды. Қалай болды, анаңа көрсеттің бе? Көрсеттім. Әрең тоқтаттым. Жүрегі ұстай жаздады. Қарттар үйіне тапсырасың ба деп жылап отыр. Ал сен өзің қалай ойлайсың? Барғың келе ме? Айдана ұзақ ойға шомды. Жаңа өмірді қиялдады. Балаларға нота түсіндірудің орнына нағыз музыканттармен жұмыс істеуді. Анасының рұқсатын сұрамай, кешке қалаға еркін шығуды қалады. Иә, барғым келеді. Онда неге қорқасың? Ал егер анам шынымен ауырып қалса не істеймін? Қалайша оны жалғыз қалдырам? Айке, сен анаңның қорқынышыңмен өмір сүріп жатсың. Әр түні дем алып жатыр ма? Деп тексересің. Бұл өмір емес қой? Айдана үндемей қалды. Расында да, әкесінің қазасынан бері анасы қатты өзгерді. Үнемі үреймен өмір сүретін болды. Ал енді өзі сырқаттанғалы мүлдем қорқынышқа беріліп кетті. Бірақ апам шын ауру ғой, оған көмек керек.
Иә, бірақ ол төсек тартып жатқан жоқ қой. Дүкенге барады, тамақ жасайды, кір жуады. Сен өмір бойы оның қасында отырып қалуға тиісті емессің. Данияр болса, 2-ақ күн ойлануға уақыт берді. Ертең жауап беру керек еді. Таңертең анасы қызын ас үйде қызарып кеткен көзілдірігімен күтіп отырды. Түні бойы ойландым, деді ол. Сен ересек адамсың, өз шешімің бар, бірақ жақсылап ойлан. Сенің мансабың үшін біз құрған үйді, отбасыны, жылулықты құртуға тұрарлық па? Қайда отбасы, апа? Деді Айдана. Менің 39-да екенімді білесің. Бір ретте шын сүйген адамым болған жоқ. Өйткені әр танысқан адамды сен сынап тастайсың. Бірі жас, бірі кәрі, бірі кедей, бірі үйленген деп. Мен саған ең жақсысын қаладым. Жоқ, сен тек мені өзіңмен ғана қалғанымды қалайсың. Үнсіздік орнады. Анасы үстелді саусақтарымен тарсылдатып отырды. Шешім қабылдадың ба? Әлі емес. Нені күтіп жүрсің? Айдана анасына қарады. Қартайған, кішкентай, бірақ әлі тіршілігіне жарап тұр. Мен оның өмірін емес, өз өмірімді ойлауым керек қой, деп ойлады. Мені қорқынышыңмен өмір сүргісің келеді ме? Деді Айдана ақырында. Мен де адаммын, менің де арманым бар. Анасы терезеге қарап тұрды да, бар, кете бер. Бірақ біліп ал, сен кеткен күннен бастап, мен сенің анаң емеспін. Бұл сөз жүрегіне қанжардай қадалды. Бірақ Айдана өмірінде алғаш рет шешімін өзгертпеді. Ол Даниярға қоңырау шалды. Жақсы, қабылдаймын. Қашан келуім керек? 2 аптадан соң маусымда ашамыз. Дәл уақытында үлгересің. Пәтерде дайын. Шағын болса да жайлы. Телефонды қойған соң Айдана иығынан ауыр жүк түскендей жеңілдеп қалды. Анасы болса, одан теріс айналды. Үйде үнсіздік орнады. 2 апта бойы анасы қызымен сөйлеспей қойды. Тамақты өзі үшін ғана пісіріп, теледидарды бар даусымен қойды. Айдана дайындықтарын жасап, кетер күні соңғы рет сөйлескісі келді. Апа, бұл мәңгілік емес қой. Мүмкін 1-2 жылдан кейін қайтып келемін. Мүмкін сен қасыма көшіп келесің. Айтатын ештеңем жоқ, деді анасы. Менің қызым жоқ. Соңғы күні Айдана чемоданын сүйреп шықты. Апа, мен кеттім, деді есіктен. Жауап болмады. Барлық дәрілеріңді ас үйге қойдым. Күндерге бөліп жазып қойдым. Ақшада қалдырдым. Гүлмира сенің жағдайыңды біліп тұрады. Тағы да үнсіздік. Апа, мен сені қатты жақсы көремін. Әр қашан жақсы көремін. Салтанат апай бұрылып та қарамады. Такси келгенде Айдана 39 жыл тұрған үйінен шығып кетті. Жаңа қалада оны Данияр күтіп алды. Қалай жеттің? Пікіріңді өзгертпедің бе? Жоқ, бұл жолы шешімімді өзгертпеймін, деді Айдана. Пәтер шынымен де жайлы екен. Тіпті ішінде пианино да бар. Айдана отырып ойнады. Әуен таза,
әсем шықты. Сен үшін қойдырдым, деді Данияр. Жұмыстан кейін жаныңды сергітесің. Алғашқы айлар қиын болды. Жаңа ұжым, жаңа жауапкершілік. Бірақ Айдана алғаш рет мен өмір сүріп жатырмын деген сезімге бөленді. Анасы қоңырау шалмады. Тек Гүлмира анда-санда Салтанат апай шыдасып жүр, бірақ әлі де менің қызым жоқ деп айтады дейтін. 3 айдан кейін Айдана анасына өзі хабарласты. Алло, апа. Ұзақ үнсіздіктен соң, кім бұл? Бұл мен ғой, Айдана, сенің қызың. Менің қызым жоқ. Бұл нөмірге қайта хабарласушы болма. Тұтқаның ар жағындағы қысқа гудок естілді. Айдана көзіне жас алды. Бірақ бұл жолы ол өзіне аяныштан емес, жеңілдік сезімімен жылады. Ол өзінше дұрыс шешім қабылдадым деп білді. Шын жақсы көретін адам ешқашан сүйгенінің арманына қарсы болмайды. 1 жылдан соң мәдениет орталығы облыстық сыйлыққа ие болды. Айдана сахнада диплом алып тұрды. Зал қол шапалақтады. Алдыңғы қатарда Данияр күлімдеп отыр. Айдана ойлады. Апа, егер мұны көрсең ғой. Бірақ көрмесең де мен бақыттымын. Өйткені енді өз өмірімді өзім сүріп жүрмін. Түйін. Бұл оқиға жеңіл емес. Бір жағында анасының ауырған жүрегі, жалғыз қалудан қорқынышы. Екінші жағында Айдананың арманын өлтірмей, өзін табуға деген талпынысы. Қазақ анасыз бала, панасыз бала дейді. Бірақ сонымен бірге әр баланың да өз бақытын іздеуге құқығы бар дейді. Айдана шешім қабылдады. Өз өмірін таңдады. Бұл шешім анасына ауыр тиді. Бірақ бақыт дегеніміз өзгені ренжіту емес, өз жүрегіңді тыңдау. Мүмкін уақыт өте келе ана жүрегі де жұмсарар. Ал біз үшін ой, өз балаңның арманына қаншалықты орын беріп жүрміз? Оның қанат қағуына мүмкіндік беріп жүрміз бе? Әлде қорқынышымызбен байлап тастап жүрміз бе? Ойыңызды жазып, пікір қалдырыңыз. Соңына дейін бірге көргеніңізге үлкен рахмет.